Бәріңе сәлем достар, сіздер өз денелеріңізде қалдарыңызды көрген шығарсыздар. Кейбіреуде ол туылғалы бар, ал кейбіреулерде өмірінде пайда болады. Кейбірі оны өзінің ерекшелігі деп санаса, ал кейбірі одан мәңгілікке құтылғысы келеді. Бірақ бұл қарадақтардан құтылу оңай емес, өйткені олар адам өміріне қауіп тигізуі әбден мүмкін. Бүгінгі видеода қалға, менге байланысты шындықты және өтіріктерді айтатын боламыз. Ал ендеше видеомызға келдік. Бұл тақырып құпия мен аңыз әңгімелерге толы болған. Мысалы, орта ғасырларда бұл қалдар шайтандық белгі деп есептелінген. Ал сол нәрсе бар адамдар олардың жұмыскері деп білген және солардан қашып тығылып жүрген. Бертін келе ғасырларда еріндерде мендері бар қыздар романтикаға жақын деп таныған. Ал кейбір қыздар әдейі солай салып алатын, әрине жігіттерді өздеріне қарату үшін. Ал бақсылар мен экстрасенстер де қалыспады. Олар адамдардың қалдарына қарап болашақтарын айтып беретін. Қазір адамдар қаншалықты қалдар мен мендері көп болса, соншалықты бақытты деген ойда пайда болды. Ал балаларға ол қалдарға тиіспес үшін неше түрлі қорқынышты әңгімелерді айтып беретін. Олай айтқанда, мендер адамның штрих-кодымен немесе саусақ іздері десек те болады. Олар әр адамда бар, бірақ адамдар оларды алып тастағысы келеді. Иә достар, біз көлік тағы басқа нәрселерді Марсқа, ғарышқа барсақ та, мендерді ал қалай алатынымызды білмейміз. Тек бір нәрсе анық, мендер мен қалдар пайда болса да бір жағынан зиян болып келеді. Кейбір адамдар оларды алып тастаса қайтадан жетеуі шығады дейді. Әрине, олар аса қауіпті айдаһарлар секілді емес. Бірақ сонда да тиіспей қойғандарыңыз дұрыс болады. Басқа елдің сөзіне ере бермеңіз. Бірақ олар қорқыныштысымен қоймай, қауіпті де көп. Егер де байқамай алсаңыз, немесе әдейі алсаңыз, реакцияңыз керемет болуы мүмкін. Жақсысы сіздерде тыртық пайда болады, ал жаманы... Иә, кейбір адамдарға ол қауіп тигізеді. Ал адамдар болса, әр қалдың өзі қауіпті деп ойлайды. Нәтижесінде адам қорқып үрейленіп кетеді. Мысалға, суға түсуге барғанда категориялық түрде қыздырынуға болмайды дейді. Өйткені күннің әсерінен теріңізге зақым келтіруі әбден мүмкін. Бұл енді әзіл емес, ал негізінде олардан аса қатты қорқудың қажеті жоқ. Мендер адамның терісіндегі жақсы нәрселер десек те болады, бірақ сонда да сақтық шаралары артық етпейді. Кейде сіз күтпегенде мендер шығып қалуы мүмкін, бірақ олардан қорқып, өз-өзіңізді мазалаудың қажеті жоқ. Егер де оған да көнбесеңіз, ал ауруханаға барғыңыз келмесе, өзіңізге мендерді қалдардың қауіпті немесе қауіпсіз екенін көрсететін қосымшаны жүктеп алсаңыздар болады. Оларға сенбесеңіз, мына жағдайға қараңыз. Ұлыбританияда бір әйел өзінің өмірін сақтап қалған. Оған Vision қосымшасы ауруханаға барыңыз деп кеңес берген. Бұл қосымша өтірік айтпапты. Ол расымен де ісік екен және соны уақытында алып тастапты. Әрине, денедегі мендерді қалдарды тексеретін қосымшалар көп, бірақ олар 100% нақты айтып береді деп ойламаймыз. Сондықтан да өз қорқынышыңызды жоқ қылып, мамандарға көрінгендеріңіз дұрыс болады. Бәлкім қауіп болып қалуы мүмкін және ешқашан салбырап тұрған мендерді алуға тырыспаңыз. Алғыңыз кеп тұрса да, біріншіден ауырады, екіншіден сіз ашық жерге инфекция жұқтырасыз, ол адамға жұқпалы болып тарауы мүмкін. Одан кейін ол қайтадан сол жерге пайда болады, сондықтан да уақытыңызды жоғалтасыз. Ал ол ең қауіпті белгі болып есептеледі. Өйткені жаңа шыққан мен ісік болуы мүмкін. Әрине, өйткені ол туылғалы бері болмаған. Қазіргі заманда біз бұлдақтарға үйреніп кеттік. Бұрынғыдай зұлымдық белгісі демей, болашақты да болжамай. Бірақ ешқашан ол мендерді жайдан жай алмауларыңызды және ауруханаға қаралып тұруларыңызға кеңес беремін. Негізінде дәрігерлерде қауіпті емес.
бүгінге осы достар. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып арнаға тіркеліп және жанына шыққан қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.